Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Мен бүгін сіздерге өзімнің қызанақты сокпен жабу әдісімен бөлістім. Видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мен өзім көп жылдардан бері тек қана дәл осы әдіспен жабамын. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін. Ең әуелі банкалардың барлығын жақсылап жуып, қайнап тұрған суға барлығын парлап микробтарын өлтіріп алдым. Содан соң кепкен укробымызды жақсылап жуып, банкалардың барлығына ең бірінші укропты саламын, және де 3-4 ші сарымсақтан әр банкіге бір әшшіден саламын. Және де 4 бөлікке бөлінген тәтті бұрышымыздан 3-4 данадан салып шығамыз. Содан соң қызанағымызды жақсылап жуып, алдын ала барлығын жайғастырып аламыз. Қызанаққа мән беріңіздер, ешқандай шіріген немесе ешқандай жаралары болмаған дұрыс. Барлық қызанақтарымызды бір келке етіп, жақсылап, нығыздап салып шығамыз. Мен қызанақты толтырып салып шығамын. Кейбіреулер жартылай қызанақ салып, қалғаны соққып жатады. Мен толтырап қызанақтардың барлығын салып шығамын. Содан соң үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды толтырып құйып, барлығына бір келке етіп. Суымыз міндетті түрде дәл қазір қайнаған су болу керек. Міне барлығына құйып, қақпағын жауып, 20 немесе 25 минутқа қалдырып қоямыз. 25 минут өткен соң, дәл осы суын төгеміз, тағы да үстінен қайнап тұрған екінші рет суымызды құямыз. Екінші суымызды да дәл солай төгіп шығамыз. Яғни біз 2 рет қайнаған су құямыз. Әр құйған суымыз 20-25 минут көлемінде тұру керек. 2 рет төгіп болдық, барлығын аузын ашып, 3 дана лавр жапырағынан салып шықтым. Және де домалақ қара бұрыштан кішкене, егер ұнап жатса көптеу салыңыздар, ұнамаса аздау салуға болады. Менде көріп тұрғандарыңызда 2 литрлік банкі. 2 литрлік банкіге мен 2 ас қасық толтырып тұз салдым. 3 литр болса, егер сіздерде 3 ас қасықтан толтырып саласыздар. Ең соңында әр банкіге 1 шай қасық 70% уксустан салып шықтым. Және де мен алдын ала дәл осы сәтте қызанақтың шырынын шығарып, алдын ала 10 минут көлемінде қайнатып алдым. Егер сіздерде ет тартқышты, арнайы сок шығаратын ет тартқыштарыңыз болса, дәл солай сок шығарсаңыздар да болады. Менің қолымның көмегімен алдын ала тұз салып езіп, қолыммен езіп, арнайы сеткадан өткізіп, қызанақтың шырынын шығарып, 10 минут көлемінде қайнатып алдым. Жаңағы дайын болып тұрған банкымыздың үстіне қайнап тұрған ыстық шырынымызды құямыз. Шырынымыз ыстық күйде құю маңызды. Барлығын құйып болған соң, ең соңғы жұмысымыз біздің қақпақтарын жау. Арнайы жапқышпен барлығын толығымен әдемілеп жауып шығамыз. Осымен біздің банкымыз дайын. Міндетті түрде дәл осы әдіспен жауып көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Комментарияға өздеріңіздің жабу әдістеріңізбен бөліссеңіздер де болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, өйткені алдағы уақытта көптеген керемет рецептер болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Ләззат.